Регистрация началась. Процедура, по-любому будет писать. Не умеешь соглашать? Я не пишу. Как узнать, помнишь, когда выиграли книжку? Да. Сейчас посмотрим. Нет, а если решить, сейчас вы видите, вы можете пойдете. Блин, так Что, начни? Ага. Что, похоже? Начинай. Расслабить начался? Да. Что, тебе нужно еще? Что держишь стол? Нет, я сейчас передам. Нормально, да? Çok bol olur. Получается, здесь фамилия, если в этом потом ставим. Главное, если они сразу если кто отвечает, что фамилия, вопрос, если все. А здесь что это? Вопрос снят, надо заполнять нашу табличку. Все? Регистрация. Нет, а все, видимо, выключаем. Я понял, но мне же надо проверить. Смотри. Лера. Лера. Не видно. У нас же не видно. Вот. Если бы вы Она ручку брось. записи. Она будет перед никому. Что у меня? 300. А сейчас я дам тут.
Зарядка правильно. Ну, если ты знаешь, вот этот вот там поставим камеру на нее, записываем туда. Сильно не поможет, потому что слишком близко. Не будем ставить, не будем. Вы выступали? Сейчас? Сейчас если не будет, да, и все, и... Сейчас. Нет, ну, я выкладываю сообщение и кто это есть. Очевидно. Я понимаю, да, видно. А, все, что ты сейчас. Если интересно, что ты помнишь. Один поднялся, здесь что-то я забыл. Да? Люди сейчас они будут заходить? Будут заходить. Я вижу, да. В косметике, да? Это... Уже запустил? Запустили? Доступ, да? В смысле? Ссылка, что ли? Или что? Ссылка? Да, онлайн. Ссылка же есть же. Это кто? Это Аджик. Просылайте же все. А? Вот кто подключился. Агерым Хайрулин. Кто это? Так. Ссылку же всем рассылали.
Надо еще на ссылку. Что надо вам? Ссылку? Доступ вы должны дать ключи. На, сейчас я тут. Алло. Это Салам алейкум. Что? А мы... Нет, у меня без зала ожидания. Сразу заходите и сразу на трансляцию. Да, вот у вас ссылка же есть, правильно? Может, вы не на ту ссылку заходите? Там же на Жанаму можно. Да. Там. А у вас вторая ссылка есть? Вторую попробуйте запустить, она должна зайти. Там же у нас в 2 местах. Да, ну имеется в виду 2 ссылки же там. Вторую попробуйте запустить и зайти, потому что я запустил трансляцию, и у меня без зала ожидания сразу заходите. Ага. Хорошо. Вторую ссылку, ага. Сейчас я не помню, в другую ссылку будет. Знаешь, как это... Сообщение. Да, я понял, а что мне помню? Напишите филу в организацию. А вот тут подключиться еще. Вот, Нурвали, скорее всего. Да, это замоки. Тоже тогда нам надо настроить, чтобы видно было презентацию тоже. Зуму, если они будут смотреть. Давай я буду держать вот эту штуку, снимать вот здесь, я буду стоять и снимать. Короче, а ты сделай настроить. Подожди, сейчас дай сделаю. Надо сюда поставить. Вот с этим вместе стоит. Может, потом, когда доклад будет, немножко повернем на сам. Может, чуть-чуть вперед стол сделаем, выдвинем. Нет? Их видно не будет вот здесь. Чем ближе, тем лицо. Давай чуть-чуть сюда. Здесь там что ли? Я думаю, он Просто я знаю, чтобы они видели сам доклад. Ну, хотя, в принципе, они Да, могут ну, слышать. Вот я им хорошую сюда использую. Что надо написать, прошу? Прошу зарегистрироваться в чате. Да. Ну, смотрите, вот видно, там этот зарегистрирован. А вот активность такой. Не тот, он. Вот так вот.
Вер, у нас в зуме люди, может надо начинать, потому что в зуме люди собрались. Смотрите, смотрите. Областар. Да, начинаем. Начинаем, потому что в зуме у нас. Жақсы енді, қайырлы күн, құрметті ауылдастар. Енді осы бүгін бәріңізге мәлім, аздан бері хабарландырулар берілді. Осы біздің ауылымызға қазір Сатимова кеңінен қазба жұмыстарын жүргізіп жатырған Қазақкалин ЛТД жеке компаниясының өкілдері және осы бізге Сатимова кеңінен базасындағы тау-кен байыту кешенінің бірінші кезеңін салу жобасымен соның бізге тиетін әсерлері жөнінде жобаны әзірлеген Экожер жауапкершілігі шектеулі серіктестік өкілдері бар. Енді осы біздің бүгінгі тыңдалымға мен екі мәселе салғым келіп отыр. Біреуі осы тыңдалымды өткізу, бас аяғынан тыңдап, соның әсерлері қалай болады, ар жағынан өздерін тыңдап, соның сұрақтар туындаса, соған жауап беріп, тыңдалымды өткізіп жібереміз. Екінші бөліміне енді біздің өзіміздің осы жергілікті халықтың, осы ауылдастардың Қазақкалин жеке компаниясына қоятын өздерінің мәселелері болса, сұрақтар болса, соны талқылаймыз. Соны дұрыстап түсініп алайық. Бірінші осы тыңдалымды өткіземіз. Бүгінгі енді жиналысты осы тыңдалымды менде ұсыныс бар. Мемлекеттік тілде қазақ тілінде өткізу. Енді соны ұмытылайық. Мен соны түсініп отырмын. Соны кімге қарсылық бар, қарсылығыңыз бар ма? Бәріміз қолдаймыз ба? Қолдарыңызды көтерейін ба? Қолдайтындар. Жақсы, рахмет. Енді ендігі осы Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданының Сатимова кен орнының базасында табиғи тұздардың тау-кен байыту кешенінің бірінші кезеңін салу жобасының сынақ қоршаған ортаға оптимал әсер ету туралы тыңдалды. Осыны өткізу. Енді осыған енді күн тәртібін Тұрға хатшыларын сайлаулайық. Енді осы тыңдаудың төрағасы мен болайын. Енді хатшысы осы Шекінхат Мәлет Ахметұлы. Өзін көпшілік осыны не болайық. Кім қарсы? Бастықтарың бар ма, басқа ұсыныстарың бар ма? Енді жауап беруіңізді сұрайын. Кім қарсы емес, короче. Қолдайды. Бастықтарың бар ма? Қарсы. Жауап бер. Екінші манағы
Иә, есім жиналыстың регламентінің тұсынан енді келесі жұмыс регламенті ұсынылады. Баяндамашылар сөз сөйлеу 20 минутқа дейін, баяндамалар талқылау 10 минутқа дейін, қатысушылардың ескертулері ұсыныстары 20 минутқа дейін, қорытындылау 5 минутқа дейін. Ұсынылған кім келсе де дауыс берейік. Қарсы жоқ па? Ол енді онда қабылданды деп есептейік. Енді мен қазір осы жиналысқа қатысып отқан кісілермен таныстырып жіберейік. Енді барлығымен таныстыру мүмкін болмай отыр қазір. Біздің осы тыңдалымның қатысып отқан осы Қазақкабель ОТД жеке компаниясының техникалық директоры Рамазан Болат Майдарұлы отыр. Енді осы Қазақкабель жеке компаниясының директоры кеңесінің кеңесшісі Мұсабаев Нәжімеден Түркменұлы. Енді осы мына айттым ғой, осы жобаны жасаған ЕКЖР жауапкершілігі серіктестігінің осы объект бойынша орындаушысы Кулькова Вера. Енді басқа да осында отырған нелер бар, өкілдері. Олар енді таныстыра жатыр өздері жиналыста. Енді жобалау институты бар, осында отырған 2 адам қатысады. Сынтаулардың қорытындысы бойынша Батыс Қазақстан облысы табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы мемлекеттік мекемесінің сайтында, сондай-ақ ұлттық порталда танысуға болатын жобалық материалдар бойынша барлық ескертулер мен ұсыныстарды енгізе отырып, қоғамдық тыңдаулардың хаттамасы жасалады. Сонан енді өздеріңіздің ескерту тағы да нелеріңіз болса осы бойынша, енді 3 күн ішінде ескерту мана сайттарға шығып неге берген бар. Қазір енді осы тыңдалымның баяндамашыларға сөз беруге рұқсат беріңдер. Осы Қазақкабель жеке компаниясының директорлар кеңесінің кеңесшісі Мұсабаев Нәжімеден Түркменұлы. Hayırlı kın adaylar. Bugün sizlerden мүмкіндігі болып жатыр. Өзі тәуелсіздік алғаннан бері Қазақстанның жер байлығын, халықтың игілігіне, әсіресе қазақ халқының жергілікті тұрғындар көруге байланысты президентіміз көп жұмыстар жасап жатыр. Соның бірі мынау Қазақстан территориясының қазба байлықтарды игеру. Соған сәйкес сіздердің тарихи жерлеріңізде Сәтемұлы жерінде үлкен калий тұзының кені бұрын барланған, талай соны игеруге жұмыстар жасалған. Түрлі себептермен сол кейінге қалып, енді соңғы жылдары осы калий тұзын игеруге байланысты жұмыстар жүріп жатыр. Соған байланысты енді қазір соның мынау тұзды шығаратын кен орнын игеру жұмысы қазір көріп жүрген шығарсыздар. Кеше біз басында болдық, қатты қарқынмен жүріп жатыр. Неміс компаниясы қазір жұмыс жасап, оған қазақстандық 1-2 компаниялар қосылып, сол жұмыс жүріп жатыр.
ендігі біздің сіздермен келіп отқан себебіміз сол қазылған кенді байыту, оны пайдаланатын өнімге айналдыру мәселесі. Сол үшін калий тұздары кен байыту фабрикасын салу жоспарланып отыр. Оның жоба сметалық құжаттары дайындалып болды. Техникалық, экологиялық, экономикалық сараптамадан өтіп болды. Енді сол құрылысты амандық болса, осы жылдың 4-ші тоқсанында бастау. Соған байланысты сол фабрика құрылысы басталған кезде соның қоршаған ортаға қандай әсері болатын сіздерге түсіндіру. Бүгінгі кездесудің мәнісі сол. Менің фамилиям Мұсабаев, атым Нажмадин. Мынау сіздерге де бөтендігім жоқ. Қазақ жаңағы президентіміз айтып жүр ғой, 100-ге ұруға, ұлтқа бөлінбейді, 100-ден ұрулардан құралады деп. Сол қазақтың бірлігін көрсетеді деп. Мен де күшсізбін, әкімдеріңіз де күшсіз екен, байқап-жатсыздар. Әлімін, өзім Қызылорда облысының тумасымын. Сол Қызылорда облысының 8 аудан бар, соның 4 ауданына әкім болғанмын. Қызылорда қаласына әкім болғанмын. Алғаш құрылған, Компартия тарап әкімшілік құрылған кезде облыстың алғашқы әкімінің 5 жыл бірінші орынбасары болды. Сонан кейін 4 ауданның әкімі, Қызылорда қаласының әкімі болдым. Қазір зейнеттемін, зейнетке болса да кеңесшілік жұмыс атқарып жатырмын. Негізгі мамандығым инженер құрылысшы. Анау совет дәуірінде партия совет қызметіне дейін ол кезде жылжымалы механикалық колонн дейді, соның басшысы болғанмын біраз жыл. Одан кейін райисполком орынбасары, әкімнің екінші хатшысы, облыс полком орынбасары, облыс әкімі орынбасары, 4 ауданның әкімі, осындай жұмыстарды атқардым. Енді мына бізге келіп жатқан себебіміз, жаңа айттым мен, кеше біз аудан әкімінде болдық, болып осы жұмыстың мәнін түсіндірдік. Ол кісі де келіп мынау кен орнын аралап көріп кеткен екен. Сәдуалин Мұрат Амангелдіұлыменен жағдайдың бәрін кеше осы азаматтармен бірге түсіндіріп айтты. Бүгін сіздерменен кездесуге жаңа айтылды ғой, мен дұрыс түсінікті болу үшін айтайын. Қазақ Калий деген компания бар. Сол компанияның осы проектіге байланысты техникалық директоры Болат Найдар Рамазанов деген азамат екен. Бұл кісі кен тау инженері, Москвадан бітірген. Бұл кісіні мен көптен білемін. Мен өзім Жаңаарған деген ауылында әкім болдым. Одан кейін зейнетке шыққаннан кейін сонда Шалқия цинк деген үлкен комбинат салып жатыр, кен байыту комбинат. Сонда бұл кісі бас директор болды. Мен сол жерде кеңесші болып істедім. Ол цинковый концентрат дейді. Солар шығатын бұрын совет дәуірінің кезінде істеген концентратты Кентаудың фабрикасына жіберген. Ол экономикалық жағынан тиімсіз болғаннан кейін сол Шалқияның басында дәл осы жердегідей кен байыту фабрикасын салайын деп жатыр. Сол жұмыс жүріп жатыр. Қазір Қазақ Калийінде істейді. Өзі өмірбаяны түгел тау-кен мамандары Мінайдар деген ақсақал Рамазанов Москвадан осы баласы бітірген, институт бітірген. Сөйтіп Өзбекстанда көп жыл направлениемен барып жұмыс істеп, Қатардағы инженерден, тау-кен инженерден бастап Өзбек ССР бар. Өзбек ССР-ның орталық партия комитетінің әлгі бөлім басшысы Заведші Демон тяжелый промышленность деген сол бөлімнің меңгерушісі болып жүр. Алмалық деген Өзбекстанға барсаңыздар білетін шығарсыздар. Үлкен ауыл емес қала бар. Сол Алмалық городообразующий комбинат бар. Алмалыгский горно-металлургический комбинат деген. Соның бас директоры болған азамат. Одан енді тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстанға келіп, Қазақстанда министр, түсті металдар министрінің орынбасары болып, зейнетке шығып, дүниеден өткен адам. Соның баласы тікелей ұрпағы. Неге айтып отырмын? Мына сіздер игеретін мамам, нағыз тау-кен мамары, аспаннан салғырап түскен емес, талай жерде істеген, осы саланы жетіп келетін жігіт. Бірақ енді ол кезде заман солай, Өзбекстанда туғасын, орысша оқыған, институтта орысша бітірген, бірақ қазір қазақша сөйлейді. Мен сайрамағанменен. Сондықтан енді осы жұмыстың басқасында болатын азамат. Енді одан басқа жаңа кен байыту фабрикасының проектісі дайын дедім ғой. Сол проект институт Өскеменде қазір Гипроцветмет деген жобалау институты бар. Соның 2 жобалаушы азамат қатысып отыр, мынау 2. Соның бер жағындағы жігіт, мына жобалау, мына фабриканың главный инженер проекті дейміз, бас инженер проект. Мына жігіт сол проектті сопровождать етеді. Қасындағы сол анау платформа басқа байланысты маман.
Одан басқа екі қоғамдық экологиялық не бар, соның екеуі қатысып отыр. Бір қыз анау пішіріп отқан, мына қыз мынау экологиясына жауап беретін адамдар. Одан басқа біздің компанияның директор департаменті, Георгий Делді деген сол директор департамент келіп отыр. Одан басқа мінекей, анау Денис қайда? Мынау Денис сіздермен көп байланысады. Сол біздің компанияның осындағы өкілі. Мынау мінекей Денис деген азамат, осындағы сіздердің облыстарыңыздағы Батыс Қазақстан өкілі. Міне осындай біраз адамдар қатысып отырмыз. Енді мынау түсінікті болу үшін мен айттым, жұмыс басталды. Оны олай-бұлай деп абсолют жетудің қажеті жоқ, уақытымызды алып. Анау болай болады, мынау болады. Мәселе қазір уже шақты қазылып жатыр. Басында пәленбай адам жұмыс істеп жатыр. Пәленбай балам тұр, көрдіңіздер. Сонда жұмыс жатыр. Енді содан шығатын өнімге параллельно кен байыту фабрикасын салуымыз керек. Сондықтан анау қалай болады, бұл қашан басталады деген сөзді уақытымызды алмағанымыз дұрыс қой деп ойлаймын. Енді өздеріңіз білесіздер, қазірдің өзінде кеше біз анықтадық, қарадық, бір 200-ге тарта адам жұмыс істеп жатыр. Соның 80-і осы Батыс Қазақстан облысының, Қазақстанның адамдары. Қандай адамдар істеп жатыр? Индер ауданынан 33 адам жұмыс істеп жатыр, әртүрлі салада. Кеше өскенде бүгінгі істеп жатқан айтып отыр. Достардан 3 адам істеп жатыр, Атырау қаласынан 1 адам істеп жатыр, Тайпақтан 6 адам істеп жатыр, Жанамадан, қазір Жанамаға барамыз біз, 14 адам істеп жатыр, Базар Шалымнан 4 адам істеп жатыр дейді. Солай ма? Дұрыс па? Айтып отқандары? Базар Шалым 4 адам жұмыс істеп жатыр. Орал қаласынан 17 адам жұмыс істеп жатыр. Талаудың 1 адам, Жапырақтың 1 адам, 80 адам. Тек қана Қазақстанның адамын айтып отырмын мен. Болашақта мынау кен байыту фабрикасын салғаннан кейін амандық болса 1150 адам жұмыс істейтін болады бұл жерде. Негізінен бірінші кезекте осы Қазақстанның, оның ішінде Орал облысының, оның ішінде Ақжайық ауданының адамдарына басымдық беріледі. Ол заңдылығы да солай. Құдайдан аман болса, оны көресіздер. Енді мынау қазір енді Германияның компаниясы, маман компания жердің астын қазып, бұл шахтаға әлгі проходка жасайтын барлық дайындап жұмыстары қызып жүріп жатыр. Кеше қарадық, олардың жұмысын қарқынды екеніне көзіміз жетті. Менің мамандығым құрылысшы болғаннан кейін. Сондықтан енді ол жұмыс жүру керек параллельно. Біз енді бүгін келіп отқанымыз кен байыту фабрикасын салып, амандық болса 4-ші кварталда бастап, 28-ші жылы соны аяқтап, таза өнімді шығаруымыз керек. Оған параллельно, мына сіздердің жерді көркейіп тұр. Анау неден бермен қарай, Мақаттан бермен қарай темір жол салынады. Автомобиль жол салынады. Жол қатынас күшейеді. Мына жеріңіздегі жаңағы паромға өтіп тұрған паромдарыңызға железобетон мост салынады, Индерден неге қарай баратын. Мүмкін өтір. Ол ертең-ақ болады, Құдай қаласа. Мына жерде мынадан өту, пароммен өтуден құтыласыздар. Сондықтан бұл фабрика салынғаннан кейін бұл жердің әлеуметтік жағдайы, экономикалық жағдайы, инфраструктура көбейеді, темір жол, автожол, басқа свет барып қойған, басқа кеше біз барып көрдік. Сондықтан бұл жұмыс кейін қайтатын жұмыс емес. Кеше бір айтып жатыр, талай адам келіп еді, қайтып еді. Олар келді, қайтып сол жолдар болсын, бұл қайтпайтын компания. Бұл жұмысты өнімді шығарып, продукт шығаратын компания. Сондықтан мен сәттілік тілеймін жұмыстарға. Енді мен кішкене қысқана бүгінгі тақырыпқа көшейін. Қоршаған орта дегенде ортаны бүлдіретін ештеңе жоқ бұл. Қалқып тұрған ештеңе жоқ. Сері шықпайды, ештеңе шықпайды. Калий тұзын шығарады, соны байытады, байытып, сосын готовый продукт шығарады. Оның үстіне анау тұзды ертең амандық болса шошып кетпеңдер. Тұз үйілгеннен кейін ол ұшатын емес ол. Ол кішкене жаңбыр жауса ішінде коршық болады, еш шаң да болмайды, бәле де болмайды. Одан кейін анау ертең кен байыту фабрикасын салсақ, амандық болса, 21 анау шахтада істейтін адамдарға, анау фабриканы істейтін адамдарға шаң сорғыштар жұмыс істейді. Оның жұмыс істеу 90-99% болады. Ішінде фабрикада істеген адамдардың денсаулығына ондай үлкен қауіпті зиян келмейді. Міне осындай үлкен шаралар басталайын деп жатыр. Мен біраз нәрсені почти айтып болдым. Бірінші кезегін салу. Енді осы жұмыс бүгін қоғамдық тыңдауға дейін өтетін Орал газетінде 26-10 сәуірде
Maqala жарияланды, хабарландыру жарияланды. Программыз газетінде 26 жыл 10 сәуірде жарияланды. 26 жыл 10 сәуірде Қазақстан өлкесінің орыс радиосы эфирде берілді. Осындай қоғамдық тыңдау өтеді, келіңіздер, қатысыңыздар, пікірлерің болса аламыз деп. Сол пікірлердің бәрі жинақталды. Осы өздеріңіздің Базаршылан ауылдық округінің әкіміне қатысы берілді. Осындай 20 бүгінгі күні, то есть 15 күні қоғамдық тыңдау өтеді. Енді мынау орналасқан жерін дұрыс мінекей. Құрылысқа арналған ұшақ орналастыру ауданының көлемін көріп отырсыздар мінекей. Бірнеше осы Ақжайық ауданының елді мекенін қамтиды. Негізінен Еңгербор кентінен 67 км жерде орналасқан, Жайық өзенінің сол жағалауындағы Базаршылан ауылынан шығысқа қарай 20 км жерде, Сатимола кен орнын салу көздері батыр, өздеріңіз білесіздер. Енді Сарман ауылдық округінде осы жерден 36 км жерде, Жанама ауылдық округі 31 км жерде, Тайпақ ауылдық солтүстік батысқа бағыт 32 км жерде, Есім ауыл солтүстік бағытпен 27 км қашықтықта, Базаршылан мына сіздермен кездесіп жатқан жер 28 км. Ең жақын ауылдық округ болғаннан кейін сіздерде сосын қазір кімге барамыз, Жанамаға барамыз, Құдай қаласа. Міне мына картада сол әлгі қалай орналасқанын көрдіңіздер ме? Мен айтқан елді мекендердің қанша километр анау тұрған ортадағы ол қазіргі месторождение қанша жерде қандай қашықтықта екені көрсетіліп тұр. Енді жоба басталған кезде, біткен кезде не болады жерде? 700 гектардай жер қоршалады, жаңағы поселок салынады, басқа салынады, ояқтағы 700 километр. Ал енді мына көлдің аяғының әсер ететін жері 1000 метр, 1 километр. Әсері сол жерде ғана болуы мүмкін. Ол жерлердің бәрі қоршалады, малдар кірмейтін болады, бала да кірмейді, мал да кірмейді, енді тұз болғаннан кейін. Сондықтан мінекей қандай не деді карта? Вот мінекей. Жоқ. Мынау. Енді сол жерде мынау мынандай жасалып жатыр, жерде кен байыту фабрикасы болады, шлам қоймасы болады, дұрыс үйіндісі болады. Сосын шлам қоймасы, сосын үйіндісі автомобиль жол салынады. Мына әлекінің басында амандық болса, Құдай қаласа. Енді өндірістік қуаты қалай? Қазіргі жобалаушылардың есебі бойынша жылына 8 миллион 500 тонна, оның ішінде 2 миллион тоннаға дейін дайын өнім болады. Жаңағыдай жердің астынан 8 миллион 500 тоннадай шығарады. Соның ішінен 2,5-2 миллион дайын өнім шығарылатын болады соңына. Жаңа айттым енді, объект біткен кезде 1150 адам жұмыспен қамтылады, оның 847-сі негізгі жұмысшылар болады адамдар, басшылар, мамандар 300 адам жұмыс істейтін болады. Енді атмосфераға ауаға жүргізілген әсерін жаңа мен айттым. Анау 1 километрдей жерде болады әсері дұзды аймақтың. Ал шаң фабрика іске қосылған кезде азайту мақсатында 51 аспирациялық қондырғы орнатылады. Құрғақ шаңсорғыштардың тиімділігі 99%. Фабриканың ішінде жұмыс істеген адамдар өкпеме кетіп қалады, уайым қайғы болмайтын әңгіме көбейтіп керек жоқ, ондай болмайды. Қазір экологтар ондай проекттің біреуін де жібермейді. Сондықтан фабриканың ішінде жұмыс істеген адамдарға, денсаулығына, басқасына 90-100% соның ішінде құлап қалып, бірде мас болып, бір бәле болмаса, ондай зиян болмайды ешқандай адамдарға. Енді антрогендік жүктемеге ұшыраған ластаушы заттардың жер бетінде концентрациясы дұрыс шығарылады, өнім шығарылады, модельдеу арқылы оның атмосфераға сосын жерге 1000 метр жерге почти 1 километрде әсері болады, оны постоянно бақылап отырылады. Соған сәйкес түрлі бақылау нелері қойылады. Скалаға келдік ма? Кәсіпорын скаласы. Размещение. Мінекей, мынау біткен кезде амандық болса, мынандай картадағыдай болады. Обогатительный фабрика, кен орны,
енді анау әлгі сол жерде подстанция, жол барады, электр энергиясы барады. Дәл осындай мінекей үлкен почти қалашық болады. Амандық болып біткен кезде. Енді сумен қалай қамтамасыз етеді? Бұл жөнінде де халыққа дұрыс түсіндіру керек. Негізгі ауыз суды Жайық өзенінен алады. Ауыз су мынау поселкеге баратын жұмыс істейтін адамдар ауыз суды. Ал неге объектіге керек? Оның ұңғымалары, жер асты ұңғымалары қазылады көптеп. Сосын соған жайықтың су араластырып, плантация арқылы карьерді су өндірілетін болады. Сөйтіп, ол суды Жайық өзенінен алу, жер астынан алу жөнінде Қазақстан Республикасы су ресурстары және ирригация министрлігі су ресурстарын реттеу қорғау пайдалану комитетінің су ресурстарын реттеу қорғау пайдалану жөніндегі Жайық Каспий бассейн инспекциясының 25 жылғы 1 декабрьде алдын ала келісімі алынды. Жайықтан су алу жөнінде, жер астының мойларын қазу жөнінде. Бұл жөнінде келісім бар жоғарғы орындарына. Енді жаңа айттым, сіздердің уақыттарына шаруашылық ауыз су құбырын жасайтын құбыр салынады, өндірістік қажеттілігі байланысты суды көбейту үшін ұңғымалар қазылады, жер асты алады. Сондықтан екінші жаңа вторичное использование су дейді, анау тұзды жуып шыққаннан кейінгі суды тоңдырып, онда қайтадан суды үнемдеу үшін, өнімнің себепсіз азайту үшін пайдаланатын болады. Таратылған тұрмыстық ағындарды қайта пайдалану көзделген. Жұмыстарды жүргізу, жарамды техниканы пайдалану, қалдықтарды жинақтау, уақытша сақтау әдістерін нормалары мен қағидаларын сақтаған кезде, сондай-ақ тұтыну қалдықтарын алаңның аумағын уақытылы пайдаланған әкеткен кезде қаралатын ауданның топырақ жамылғысы мен жер ресурстары ластанбайды деп мамандар осындай шешімге келіп отыр. Ол үшін, конечно, фабрика салынып біткеннен кейін қадағалайтын экологиялық басқа құрамалар келіп осында жұмыс істейтін болады. Енді құрылыс кезеңіндегі құрылыс салған кезде түрлі қалдықтар шығады, олардың бәрі утилизация жасалады, көмілетіні көмілет, алып кететін алып кетіледі. Жаңа мен айттым, бақылау кезінде 8 нүктеден хлоридті, азот көміртексін, не болған кезде ауаға қандай әсер етеді, оны бақылайтын 8 нүкте болады. Су ресурсын бақылайтын 8 бақылау ұңғымасы болады. Жер астының әсері болып жатыр ма, болмай жатыр ма. Топыраққа байланысты 8 нүктеден бақылау жүргізіледі. Бір сөзбен айтқанда, барлық экологиялық заңдылықтар сақталатын экологиялық тиімділігі жоғары кен байыту фабрикасы болады. Енді осы өңірге не келеді? Осы жоба іске асқан кезде инвестицияның көлемі 2 миллиардтан астам болады. 26 жыл амандық болса бастаймыз деп отырмыз ғой 4-ші кварталда. 33 жылға дейін 2 миллиардтан астам инвестиция тартылады. Бұл жаңа әкімдеріңіз айтып отыр. Бұл Ақжайық ауданының Базаршалан елді мекеніне үлкен алғаш салынайын деп отқан инвестиция. Халықтың жағдайын, жұмыс орнын ашу үшін, мынау облыстық аудандық бюджетке қосымша салықтар түсу үшін, Ақжайық ауданының Орал облысының экономикасы жақсару үшін үлкен жұмыстар жүргізіледі. Жаңа ашылатын өзектік түсімдер көбейеді. Жаңа айттым, 1150 жұмыс орны ашылады. Енді мынау осы жұмыстар жүрген кезде қандай өзгерістер болады сіздердің өңірлеріңізде? Бірінші, жаңа айтылды, 1150-ге жуық жаңа жұмыс орны ашылады. Онымен басқа жаңағы фабриканы салған кезде жұмысшыларға қызмет көрсететін басқа салада өркендейді. Негізгі тамақты, етті, сүтті, басқа қажетті ауыл шаруашылық өнімдерін осы елдің адамдарынан сатып алады. Олар тамақ ішу керек қояды. 1100 адам айтпақшы 1150 адам 2 сменмен круглосуточно істейді, 12 сағаттан. Жуынатыны бар, қайтатыны бар, 2 смен жұмыс істейді фабрика біткен кезде. 24 сағат үздіксіз істейтін ол не болады, объекті болады. Енді жаңа мен айттым, темір жолдар салынады,
басқа да инфрақұрылымдар дамиды, жол құрылысы, электрмен қамтамасыз ету жақсарады. Әлеуметтік нысандардың жағдайына назар аударылады. Амандық болып фабрика бітіп жатса, екінші ол фабриканың, кен байыту фабрикасының екінші несі болады. Халықтың әлеуметтік жағдайына қандай. Ертең өнім шығарып, пайда көбейген кезде міндетті түрде әлеуметтік салаға мектеп, аурухана, осы ауылдың ішіндегі жолдар, свет, газ, соған байланысты бұл фабриканың назарында болатын болады. Сосын енді жергілікті мынау соларды қамтамасыз етуге жергілікті жеткізушілермен, тауарлармен қызмет сатушылар біздің ауылдың адамдарменен жұмыс жасайтын болады. Ал енді ең сіздерге керек нәрсе соңғы басым мамандықтар. Міне қандай мамандықтар қажет болады? Кеше бір паромның ішінде бір келіншек келіп қалды, келді ме, келмеді ме, келем деген менің балам оқып өтірейін деп жатыр. Қандай мамандық алған дұрыс дейді. Біріншіден кен байыту фабрикасына байытушылар керек болады. Оның техникалық орта білім, жоғары білімде оқитын плантаторлар, байытушылар, обогатительдер дейді. Соған осыластан балдар оқи беруіне болады. Амандық болса, міндетті түрде фабрикаға аты да кен байыту ғой, байытушылар керек болады. Екінші, тау-кен инженерлер керек болады болашақта, маркшейдерлер, геологтар керек болады, электромонтерлар керек болады, электромонтажниктер керек болады. Енді анау темір жол салса, жол инженерлер керек болады. Амандық болса, қазіргі жоба бойынша мақаттан бастап бермен қарай осыған темір жол келеді. Готовый продукция шығару керек. Фабрикаға енді жыл сайын түрлі сырттан оборудование келе бастайды. Соларды темір жолмен әкелетін болады. Одан басқа қазір енді біз жасанды интеллектте президентіміз айтып жүр ғой, анау фабрика негізделген автоматтандыру жүйемен жұмыс істейтін болады көбіне. Сондықтан ол жерге IT-ші инженерлер, кит автоматика мамандықтары, сондай жастар бүгін орта мектепте жатқандар оқыса, сол мамандықтар керек болады. Міне осындай мамандықтарды қажет ететін болады болашақта. Міне менің қысқаша сіздерге айтайын дегенім осы. Назарларыңызға үлкен рахмет. Мынау шартымыз салып, кен байыту фабрикасы басталып, біздің межелеген уақытымызда аяқталып, халықтың игілігіне пайдаланып, осы ауданның, осы облыстың өсіп өркендеуіне үлес қосатын белгілі бір мықты объекті болсын деп тілек білдіремін. Рахмет баршаңызға. Рахмет. Енді бәрімізге толыққанды кішкене көкейге жүрген сұрақтарыңызды жауаптарын алып келсек, енді бізде де шынында да бір кезде соғыстағы кезде бір жүктегі жинап айтқан бұның күштілігі, осы проекттің күштілігі қытауға біздің Ақсайдағы. Содан үштен кесе көп болады. Ұлттық проекттің күштілігі деп айтқан. Сол қарауатсан, Америка жобаларын қарауатсан, соған келуі мүмкін. Біздер қазір ауыл шаруашылық елді мекені болса, болашақта рабочий профиль болады деген жұмысшылар, оны қарауатсақ қазір. Оларымызды осы мамандықтарға бейімдеген. Одан бөлек жұмысшылар бар ғой, жұмысшылардың да көп мамандықтары бар. Олар енді беріледі. Қазір жағдайда енді беріледі. Кеше естіп жатырмын, бұл менде қазақ тілінде болашақта осы студенттерімізге барған, осы оқу орындарына барған студенттерімізге долбар болуы мүмкін. Соңғы 3 жылдығын төлеп береді де осы компания. Сосын бірге жұмысқа алып деген тұрақтар болашақта. Сол үшін жұмыс істеу керек.
Жоқ, 5 жыл жұмыс істеуге міндетті түрде онда енді мамандықтар келіп жатыр, ол қуантарлықтай жағдай. Шыны керек, біздер бұл жеріміз болашақта тағы кейінгі осылай инвестиция саламыз деп жатыр ғой. Мен болашақта өрге салып береді жұмысшылардың деп ойлаймын. Бұл енді бізге бұл былай айтқанда джекпот деп есептеймін, өзім есептеймін. Ойлаймын, әкімдіктен кеткеннен алапат жоқпыз. Оны проектлар қарап жатса, келешек жоба енді бізге үлкен болады сияқты. Болашақ осы жерде болады сияқты деп ойлаймын. Мен айтып отырып жинақталған бізде ол жаңғырмай кетеді деп ойлаймыз енді өлеңге шашып, бетпеген қатыр ол енді бізге сыздандырады деп есептеймін. Biz olay kampanyaları kurmadık. Bazı şanlı vasatın bulanımına jüyor. Sosyalite olmalı. Bakın bulanımı ekonomist ki zihin sızlandırı жұмыстары болады деп болады ол сөйлеген. Ондай жүйелік, қадағалап бақылап отыратын экологтар бәрі жүреді. Кейін басталғанда еттіміз. Енді баяндама соң ағамызға сұрақтарыңыз бар ма, ұсыныстарыңыз бар ма? Енді мен бір қосып жіберейін ағайын. Мынау айтып жатыр ғой. Мен Арал деген ауданда сіздермен тағдырлас, теңізді тартып, теңіздің жағасында 10 жыл әкім болдым. 63-інде пайғамбар жасында әкімдермен көп сөз жүреді ғой. Отталмай, сотталмай, аман есен пенсияға шыққан Қазақстандағы санаулы әкімнің бірімін. Қазір 65-ке келдім. Сол Аралдың қасында Жақсылық деген кент бар. Дұрыс шығарады. Ол патшалық Ресейден бастап бүкіл Советтер одағында ас тұзбен қамтамасыз етеді. Арал тұз деген. Сол целый поселок 3,5 мың халық бар. Сол 3,5 мың халықты сол кен байыту Арал тұз асырап отыр. Соның жаңағы тұз үйінділері, мына кісі айтқандай, анау шаң не қылмады, тұздың өзі ауыр нәрсе ғой. Қазып шығарғаннан кейін соның үшін жаңбырлатып, установ бар, суменен сөйтеді, анау корк болады, сол коркының астынан алады. Экологиялық жағдайы дұрысталады. Екінші, мына мен сіздерге тілектес адаммын. Осы ауданды менің қазақ немере шөбере дейді ғой. Шөбере менімен тетелес ағам басқарған осында жастар білмейді шығар. Сәтбаев Әліби Байжанович деген білесіздер ма? Осы ауданның әкім болған. Сол менің әкем мен әкелер бірге туысады. Келгенмін құттықтап. Оған дейін ол анау природный ауданның райисполком председателі, мен де ол кезде райисполком председателі едім. Сондықтан осы ауданда менің бауырым істеді. Сіздерді білемін, мен хабарым бар. Одан басқа жаңа айтылған Ақсай деді ғой. Ақсайдың бер жағында Бөрі ауданының әкімі болды. Менің бастығым болды. ФМК-ның бастығы болған кезде, алабы жер болған кезімде ол бастық болды. Төребаев, Қуанышбай Төребаев деген білесіздер ма? Райисполкомның председателі болды. Облыстық тұрмыс қажетін өтеу басқармасының бастығы болды. Сондықтан мен туған жерден де осы жердің өңірінде көптеген азаматтар бар дегенім ғой. Осы жерге бәріміз де жанымыз ашиып, өссекен өркендесек дейміз. Ал енді қандай сұрақтар бар? Сосын айтпақшы, жұмыспен қамтып сіздерді көбірек қамтамады. Кеше біз кен орнында болдық. Сосын мынау әлгі нені салып атқан, шахтын салып атқан, Шахтбау Герман компаниясы мамандарымен сөйлестік. Оларда түсініп отыр, түсіндірдік. Енді бүгіннен бастап бұлай болады. Қазір облыстық жұмыспен қамту аудандық орталығында Мансап деген мекеме құрып білесіздер ғой? Сол Мансап орталығы. Сол Мансап орталығына ана кісілер билет, қандай маман керек, тап бүгін ертеңнен бастап маған слесарь керек, электр сварщик керек, бульдозерист керек, шофер керек, тағысын тағы не керек. Сол ана Мансап орталығына берсе, Мансап орталығына сіздердің адамдарыңыз барып тіркелу керек. Сосын бірінші кезекте мінекей мына базар шаланында шофер барам деп тұр. Болмаса әлгі не барам, бульдозерист бар, экскаваторщик барам деп тұр, сварщик барам деп тұр. Тағысын келсе, бірінші кезекте сіздердің адамдарыңызды алады. Оларды компанияның өсімге мына жерді қазып жатқан адамдар айтады. Ертең
фабрика салған кезде, басқа құрылыс басталған кезде бетонщик, арматурщик, плотник, тағы не керек, бәрі бірінші кезекте сіздерден алынатын болады мансап орталығы арқылы. Сондықтан оған ешқандай ойын қайғы жоқ. Жалқау емес жұмыс істегісі келген адамдардың бірінші кезекте сіздер аласыздар. Сосын басқа жоғарғы намаздан сырттан шығарады. Бұл өмірдің заңдылығы. Сондықтан жұмыспен алмайды екен, ылғи шетелдің адамына келеді екен, біздің адамдар екінші сорт болып қалады екенбіз деген сөз доғару керек. Ондай болмайды. Бірінші сорт сіздер боласыздар. Бірінші сіздер біздің адамдарымыз қабылданады ол жерге. Егесіздер боласыздар. Жер сіздікі, қазбайлық сіздікі. Сондықтан сіздерге баса назар аударыңыз. Дұрыс па? Осыны жақсы түсініңіздер. Қандай сұрақ бар? Жаңа сіз айтып кеттіңіз, сізге сұрақ қойып отырғаным жаңа айтып кеттіңіз, жұмыс басталған уақытта Бұлай былай келсек. 24 сағат демалмастан жасайды. Енді былай келсек. Мынау біз экологиялық тараптан сіз әр айтқан адам атын, жөнін, фамилиясын айтсын. Мына протоколға керек болады. Қазір жүзден қуып жүрмейік. Аты фамилияңыз кім? Дұрыс, пожалуйста. Жаңа қойып отқан сұрағым, жаңа сіз дұрыс сөзіңізді айттыңыз, ертеңгі күнде мынау ашылғанның жөнінде 24 сағат демалыссыз жұмыстан сіз айтыңыз. Мен сондай неден істедім, теңгізге уақытын бөліппен 28-28. Онда 12 сағат істейді. Өлетін жерде кешке келейін. Жаңа түсінбей тұрған секілді ертең отырып мана вақты болатын болса, қалай демалыссыз жасайды деген болсаңыз, 24 сағат демалыссыз дегенсіз Былай болып проект, жаңа мен айттым ғой. Пока жобада былай. Сөткіде 24 сағат бар ма? 12 сағат істейді, 12 сағат басқа адам істейді. Оған 24 сағат жындымыз ба сені істеді? Былай ғой, теңізің басқа. Күргіла су түсі жұмыс істейтін мекеме болады, фабрика. Күргіла су істегеннен кейін енді шешімім бар, жолым бар, 12 сағаттан алып тұрасың ғой. 12 сағаттан артық жұмыс етпей, 24 сағат кім істейді ма ол? Соттайды онlardan. Жоқ, 24 сағат күргілі үшін, күргілігі фабриканың өзі 24 сағат Сіздер сөйлеп болдыңыздар ма? Қазір жобаны не солай, тапқылап, бәрін солай, сосын уже манағы өзіміздің соған көшеміз. Соған сәйкес мына кісі сияқты түсінбейтін сұрақтар болса айтыңыздар. Содан кейін басқа ұсыныс анау-мынау соңынан айтамын. Бірінші бөлім бітірейік ал. Сөйлеп алсын деп отырмын. Екінші бөлімде. Толықтырып ұсынамыз. Құрметті базаршылардың тұрғындары, қуаныштымын, мен де қосылғанмын. Мен не айтайын деп едім, қосайын деп едім Нұрғалин ағамыздың айтқан сөзіге. Біз әлемде 4-5 компания бар, шахта салатын. Дұрыстап, соның біреуі Шағбау деген. Шағбау компания, ол Тисен Круп, білесіз қой енді концерн, үлкен концерн университетін бар. Тисен, темірді шығаратын соның жартысы ол Шағбау деген компания. Сол Шағбау компания ол әлемдегі ең танымал, ең тәжірибелі компаниясы. Әлемде 5-6 компания тек қана бар. Сонымен сол компаниясын біз шақырдық, ол бізбен бірге жұмыс істейді. Заңды бұзбай, біздің Қазақстан заңын бұзбай, енді жұмыс бастайын деп жатыр. Бастады деп айтуға болады. Соны айтайын деп едім. Содан кейін кен-байыту компания болғанда, бізде кен-байыту комбинат салатын тағы бір әлемдегі ең мықты компаниясын шақырамыз. Қазір тендер бітейін деп жатыр. Біз содан кейін сізге айтамыз, қандай компания болады, кім тартылады. Сонда бізге өте секрет емес, құпия емес, біз айтамыз. Соны айтайын деп едім. Енді мынау болатындар түсіндіргісі келіп жатқаны мынау ғой. Мынау кезде бұлар қайдан пайда болды, мына немецкий компания Шағбау деген.
аспаннан түсті ма, ешкім айтқан жоқ деп. Бұл компанияның мынау қазақ калиум тоқтаған себебі, Болат Мұнайдарович айтылды, өзі жер астын қазақ шахтаны деген енді түсініп жатырмыз ғой. Біздің ата бабамыз 4 түлік мал баққан, шұбат ішкен, қымыз ішкен жүре берген. Енді мынау немецкий компания жер шарында осындай шахталарды салатын компанияға тоқтап, сонымен контрактыға отырып, бұлар жұмыс жасап жатыр. Бірақ ол ылғи неміс емес ол жерде істеп жатқан. Жаңа кеше мен сұрадым, Ақпан деген қазақ компаниясы субподрядчик істеп жатыр. Арталан деген компания істеп жатыр. Олар вагондарға қойып жатыр. Бірақ негізінен басшылық жасайтын Шахпау деген немецкий компания шахтаны бітіріп, бәрін бітіріп, сөйтіп бірақ қазақ калиумға тапсырады. Аллагатив фабрика солардың жасап кеткен шахтысын продукциядан әрмен қарай алға кетеді. Солай тоқтатады. Түсіндіңіздер ма? Жақсы. Жақсы. Біраз мағлұмат алдық деп есептеймін. Аудан әкімінде осы сіздердің проблемаңыз, жаңа айтқандарыңыз жұмыс жөнінде алдында талқылау өтті. Шағын представитель келді. Жұмыстар болды, талқыланды. Басты қанша дейін карьерный центр дейміз ғой, ол оларға түсет, приоритет осы 3 округтер бар. Бірінші Бағышман, Сапнағай, Итайға. 3 округтың кісілеріне приоритет тұтуын басымдық береді. Бірінші біздерде айтып отырып қой, биржаға тіркелмейік, айта берейік, биржаға тіркелуіміз керек, сосын мамандықтарымызды көрсетуіміз керек. Мамандықтарымыз соответствующий, қазір данный бетон жүріп жатыр. Шағбау бетон, ол арматурщиктің бетонщиктері основном. Енді қалған алады ғой, таммен возможности асылатса, қазір данный момент жасап жатқан жігіт 3-4 күннен кейін тағы бетонщик пен арматурщик керек болады деп маған айтқан, бірақ мен алдында айтқанмын жастарға, айтыңдаршы, режим алып келіп тұрсын деп. Режимі ешкім әкелген жоқ. Бұл сияқты пассивно отырмаңдар, сосын артынан ренжисіңдер. Режимі маған айтып тұрсаңдар, мен біліп отырамын. Маған звондайды, ал осындай кісі керек деп. Мен жіберемін. Қазір 3 бала жұмыс жасалады, өздерің білесіздер. Атам мотоциклына қатынап жатыр. Ертең тағы келсе, біздерге машина жібереді. Машинамен маған алдырап жұмысқа. Енді соңында ескерек кішкене көбеюіміз керек, ұйықтап отырмауымыз керек. Манағы мамандық болса, мамандықтарға дайындалып оқи беруіміз керек. Енді артынан бәрі бетон шықтар керек болады. Бәрі фундаменттан салады, бәріңіз білесіздер. Ол не салса да, стяжка бәрі болады, бетонмен арматурщик ол міндетті түрде болады. Біздің бірақ мына қыста осы шағбауынға объемға қатысқан жігіттер бар. Олардың бәрі қатысты, қазір жан-жақта жүр. Не екенін түсінбеймін. Қыста объем орындаған балалар бар. Олар келсін бізге. Келсін хабарласып жұмыс жасаймыз ғой. Одан басқа мамандықтар бар, оған дайындалу керек. Маған айтты ғой, ертең 2 жыл, қазір уже 1 жылда шахтың уже бірін аяқтап жатыр. Ертең 2 жылда мана комплекс 2 жылда бітіріп тастаса, тағы мамандық жоқ, тағы жүрмейді. Сол үшін міндетті түрде мектеп басқару тұрғындарға балдарымызды сол жаққа бейімдеуіміз керек. Мамандыққа. Біздерде бәрі бар, бүкіл мамандықтарды оқуымыз керек қой. Не только там басшылық, инженерный технический, ол жұмысшылар, жай жұмысшыларды бар. Енді баяндамашыға рахмет етеміз. Жақсылай бір мемлекет есептеймін. Бәрімізде көкейімізде жүрген сұрақтардың біразына жауап алдық деп есептеймін. Енді талқылау алып кешеміз. Ешкім сөйлесек, ұсыныс берді, басқа сөйлейтін кісілер болмаса,
басқа бір сұрақтарыңыз болмаса, енді жоба бойынша айтып отырмын. Егер нет белгісі болмаса, және барлық сұрақтар аяқталса, қорытынды жасауымыз керек. Қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларына сәйкес, кәсіпорын қоғамдық тыңдаулардың нәтижелері бойынша қоғамдық пікірді ескеріп, ұсынылған жобаға өзгерістер енгізуі тиіс. Енді ол мана айттым, интернет-сайттарда шығады хаттамалар. Да. Енді мына ол түсінсең, қоғамдық тыңдаулардың хаттамасы атқарушы органдарға беріледі. Осыны Батыс Қазақстан облысының табиғат ресурстар және табиғат пайдалану реттеу басқармасынан мемлекеттік мекемесі интернет ресурстары сондай-ақ келіп түскен ескертулер мен ұсыныстарды ескере отырып мына порталдарда жарияланатын болады. Ну, я сказал, что сайтында мана